Сәлеметсіздер ме? Дәрігерлік марафон парақшасына тікелей эфирге қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлім Аштанбекқызы, өзімді таныстырып өтейін. Біріншіден, естіліп тұр ма? Естіліп тұрса, плюс деген белгі қойсаңыздар. Видео көрініп тұрса, плюс деген белгі қойып кетсеңіздер, мен ары қарай жалғастыра беремін. Өзімді таныстырып өтейін. Есімім Гүлім Аштанбекқызы, гастроэнтерологпын. Негізгі жұмыс орным Ақтөбе қаласындағы Ақтөбе медициналық орталығында жұмыс жасаймын. Плюс деген белгілер келіп жатыр, яғни естіліп тұр деген сөз. Рахмет. Бұл дейтін жазылатын, яғни сақталатын видео болғандықтан көп сөзбай бастай берейік. Гастроэнтерологпын, Ақтөбе медициналық орталығында стационарда гастроэнтеролог болып жұмыс жасаймын. Оның алдында гастроцентр дейтін бар бізде. Поликлиникада, сол жақта да жұмыс жасадым. Яғни поликлиникада да, стационарда да жұмыс жасау тәжірибем бар. Осы марафонды, дәрігерлік марафонды ұйымдастырушысы болып табыламын. Осы марафонды пайдалана отырып, яғни инстаграмда жүрген, осы инстаграмды қолға алғаныма да 1 жылдан асып кетті. Бұл марафонды жүргізу менің ойымда бірнеше айдан бері жүр. Осы шүкірлік айтам Аллаға, қалай айтсам екен, марафонды осылай іске асырып, іс жүзінде жүргізіп жатқанымызға шүкір, және қасымдағы 6 дәрігерге көп рахметімді айтам. Мені қолдап, келісіп, барлығы өздерінің білімдерімен бөлісіп жатыр. Оны байқаған шығарсыздар. 5 күн бойы түрлі тақырыпта эфирлер өтті. Бірін-бірі қайталамайтын эфирлер, өте ауқымды, өте пайдалы эфирлер. Барлығын қарап шығыңыздар. Ертең бұйырса соңғы эфир. Осыдан кейін марафонымыз аяқталады. Бұл марафон соңғысы емес деп ойлаймын. Ары қарай да жалғастыратын боламыз, бірақ қашан екені әлі белгісіз. Енді өзім тақырыбыма келетін болсақ, менің тақырыбым, яғни гастроэнтерология жағынан өт дегеніміз не? Ол қаншашысыздар жаңа тақырып неде кестеде жазылып тұр, өт дегеніміз не? Ол не үшін керек, және застойдан құтыла аламын ба? Яғни осы 3 тақырыпты бүгінгі осы 1 сағаттың ішінде ашып үлгерсек, ол өте пайдалы болады деп ойлаймын. Себебі 3 сұрақтың өзіне жауап алу үшін бірнеше, яғни негізі 1 сағаттың ішіне сыймайды. Бірақ барынша ықшамдап, өте күрделі тақырып, кішкене болса да түсінік бір қалыптастыру үшін, түсінік қалыптасу үшін айтылады бұйыртса. Яғни өт дегеніміз не? Өт дегеніміз ол биологиялық сұйықтық болып табылады. Адам организмдегі биологиялық сұйықтық, яғни қан сияқты, лимфа сияқты, ол да сұйықтық. Ол бауырдан бөлінеді, яғни бауырдың клеткалары, гепатоциттер өтті бөледі. Былай қарап отқан кезде өт, қалай айтсақ екен, бауырға қажетті емес, өзінің бауырдың бірнеше қызметі бар, қажетті емес заттардың барлығын ол өт арқылы шығарып тастап отырады. Бірақ ол қажетті емес екенде емес болып қалмайды. Біздің организміміз сондай экологичный. Ол сол өттің өзін әрі қарай пайдаланып, қайттан сіңіреді, қанға қайтып сіңіп, қайтып сөйтіп айналып отырады. Оны қазір жаймен деп түсінетін боласыздар. Енді осы өт күн тәулігіне адамда қанша өт бөлінеді? Яғни бауырдан тәулігіне 600-800 миллилитр өт бөлінеді. Ол дегеніміз өздіксіз күні бойы, күндіз-түні өт бөлініп тұрады бауырдан. Үнемі бөлініп тұрады. Бірақ біздің тамақ ішкен уақытымызда ол өт, мысалы біз өте күрделі тамақтар жеуіміз мүмкін, таңертеңгі аста, обедкі, кешкі, кейде қонақтыққа барғанда ол өт күнделікті, мысалы үзбей бөлініп тұрған өт, постоянно үзбей бөліне беретін болса, ол өт біздің үлкен порциялы тамақтарымызға жетпейді. Сол себептен бауырға нагрузка түсіп кетуі мүмкін. Өт қабы деген бар, ол бауырдың астыңғы жағында орналасады. Ол өт қабының өзі
осы орайға қарастырылған. Ол біздің жаратылымызда Алла тағала біз солай жаратқан. Яғни өттің ішіне бауырдан шыққан өт жинақталады, өт қабының ішіне жинақталады. Яғни ол өт қабы жаңағы алмұрт тәріздес болып келеді. Кішкене алмұрт тәріздес бауырдың астыңғы жағына кішкене кіріңкі орналасады. Оның өзінің орналасатын жаңағы ойығы бауырда кішкене өзінің орны бар, орналасатын. Сол жерде орналасады. Яғни бауырдан шыққан өт бөлек, өт қабындағы өт бөлек. Себебі ол екеуіндегі өт екі түрлі болып келеді. Оны қалай түсіндіреміз? Яғни бауырдан шыққан өт өте бір жаңағы pH дейді, қышқылдылығы төмендеу болып келеді. Ал өт қабындағы өт ол қышқыл болып келеді. Себебі мысалы 600 мл өттің барлығын біз пайдаланбаймыз. 600 мл өт бізге ол көп. Ал өт қабы, мысалы оның көлемі небары 80-60 мл, яғни 10 есе кіші деген сөз. Яғни өт қабында бауырдан шыққан өт қабына барып жинақталады. Ол жерде жаңағы именно сақтау орны және концентрация дейді. Жаңағы ішіндегі құрамындағы судың бәрі қайттан өттің қабығына қайттан сіңіп кетеді, тамырға, яғни сіңіп кетеді және бикарбонаттар сіңіп кетеді. Сол кезде өттің ішіндегі жаңағы суда азаяды және сухой массасы да көбейеді. Өт дейтін жаңағы өте бір pH-ы бауырдағы өтпен салыстырған кезде не болып келеді? Жоғары болып, pH төмен болып келеді. Яғни ол қышқыл деген сөз. Енді бұл 60 мл өт, мысалы 60-80 мл өт жиналды, ол қалай бөлінеді? Оны қазір дейтін жаңағы ноутбуктен, суреттерден көрсетемін. Бірінші түсіндіріп алайын. Яғни біз өт тек қана адам тамақ ішкен кезде бөлінеді. Тамақ ішкен кезде, соның ішінде майлы тамақ жеген кезде бөлінеді. Егер сіз тамақтың ішінде май болмаса, онда ол өт бөлінбейді деген сөз. Тек қана майға бөлінеді. Себебі оның қызметі де майды ыдырату, қорыту емес, ыдырату именно. Жаңағы біз тамақты жедік, мысалы біз таңғы асты ішіп алдық, немесе түскі ас болсын, оның құрамында май бар. Біз уже қанша май жегенімізді біздің жаңағы асқазанымыздан жаңағы барлығы шыланады, асқазанның ішінде езіледі, мыжылады. Содан кейін ол 12 шекке шығарады. 12 шекке шығарған кезде 12 шекте жаңағы холецисті кинин дейтін өтті жаңағы жиырылуын, ол мысалы тамақ жемеген күйде, біз тамақ жемей тұрған кезімізде өт деген босаңсып тұрады. Босаңсып, яғни ешқандай қозғалыссыз тұрады. 12 шектен шыға беріс жерде оған сигнал береді. Қанша май желінді, қанша тамақ желінді, қанша май желінді, қанша өт бөлу керек. Соның барлығы саналған. Холецисті кинин дейтін жаңағы гормон өтті жиырылуын белсендіреді. Одан да басқа гормондар бар, гастрин, секретин дейтін, бірақ ол ең күшті өтті жиырылуға көмектесетін, ол холецисті кинин. Қалғандары кішкене бәсеңдеу болып табылады. Осы гормон бөлінеді да, өт уже жиырылуға дайындалады. Яғни өт жиырылады, ал өт пен ұйқы безінің фермент жаңағы жолдары 12 шекке неге түседі? Қазір сізге айтып өтейінші. Жаңағы не деді? 12 шекпен мысалы міне мына жерде өтпен, міне өт қабы, міне қараңыз, алмұрт тәрізді сияқты болып тұр. Мынау бауырдан келіп атқан өт, жоғары жақтан, бауыр жақтан барлығы жинақталып келіп бір жерге жиналады. Мынау өттің жолдары, мынау жалпы өзек, мынау өт қабының өзегі болып табылады. Және міне ұйқы безі жатыр. Міне 12 шек басын орап тұр. Ұйқы безінің басын орап тұр. Ұйқы безінің проток, міне өзегі мен өттің өзегі, қараңыз, екеуі бір жерде 12 шекке шығады. 12 шекке шығатын жерде одисфинктері болады.
яғни дуоденальный сосочек дейді, немесе оддисфинктер дейді. Осы сфинктерден екеуі шығады. Яғни холецисті кейінен дейтін 12 асқазаннан, мына жерде асқазаннан 12 шекке тамақ өтіп жатқан кезде ол қоздырады, бөлінеді, ал мына өт жиырылады. Ол жиырылғанда мына түбінен бастап жиырылады. Оның түбімен көбіне мойны жақсы жиырылады. Түбінен бастап жиырылғанда оның ішінде ешқандай өт қалмайтындай. Яғни ол деген сіздің қаншалықты май жегеніңізге байланысты жиырылады. Егер майды аз жеп қойсаңыз, қатты дейді. Қатып жатыр ма? Майды аз жеп қойсаңыз, онда ол өт түгелмен жиырылмайды деген сөз. Қатып жатыр ма? Айтып берсеңіздер. Түгелмен жиырылмайды. Егер майды қалыпты деңгейде жейтін болсаңыз, онда өт қабы жақсы жиырылады. Бүкіл ішіндегі 60 мл өттің бәрін мында шығарып тастайды. Енді мына жердегі сосочек, жаңағы оддисфинктері бар. Ол оддисфинктерінің өзі де мынау жиырылған кезде, мынау жер, мына жерде де тоже жаңағы қысып тұратын, былай қысып тұратын клапан бар. Сол клапан негізі қалыпты да тамақ ішпеген кезде жабылып тұрады. Ал өт жаңағы жиырылып шығарып жатқан кезде мына жер ашылады. Мына жер ашылады да өт бөлініп еркін шығады 12 шекке. 12 шекке еркін шығады. Енді өт жолының негізгі застойдың да бір проблемасы сол. Бізде мынаның жиырылуы мен мына жердің жиырылуы сәйкес келмейді. Яғни өтте ерте кетіп қалып жатырмын, бірақ айта кететін болсақ, мына екеуінің бір уақытта мынау жиырылып, мынау босаңсымағаннан застойдың да бір себебі осы болып табылады. Жоқ, нормально дейді. Қатып жатқан жоқ. Сұрақтарыңыз болса, жаймен деп қоя беріңіздер, кейін соңынан жауап беремін, уақыт қалса. Уақыт егер жетіспейтін болса, себебімен ұзақ сөйлеп кетуім мүмкін. Өте көп мәліметтер. Уақыт жетіспейтін болса, онда келесі эфирге бітіп қалыватса, келесі эфирге шығамын. Енді өттің құрамына келетін болсақ, өттің құрамында өттің мысалы жасыл түсті болады, жасыл түсті болады, өзінің бір қышқыл спецификалық өзінің иісі болады, өзі вязкий сондай болады. Ондай ағындылығы негізі жақсы болу керек, оның қалыпты да. Жаңағы застой болған кезде өте қатты қойыланып кетеді, өт вязкий дейді, одан да кәдімгідей қою қоймалжы масса болып кетеді. Енді осы өттің құрамында айттық жаңа. Негізгі өт қабындағы өттің ішінде 82% су болады. 82% су, қалғаны сухой масса. Сухой масса деген сухой остаток дейді, құрғақ зат болады. Ол құрғақ заттың өзі неден тұрады? Основной құрғақ заттың холестерин, өт қышқылдары, желчная кислота, ол да холестериннен шығады. Холестериннен бауыр өт қышқылдарын синтездейді. Үшіншісі ол жаңағы лецитин. Алдында бір оқырманым сондай сұрақ қойды. Лецитинді ішсем өтім қоюланғанын дұрыстала ма деген сияқты. Сол сұраққа осы жауап бергім келіп отыр. Яғни основной массасы осы үшеуі. Лецитин ол жаңағы тағы да қосымша фосфолипидтер бар. Солардың ішіне кіріп кетеді. Ол жалпы өттің 4%-ін құрайды, ал өт қышқылдары 12%-ін құрайды, холестерин 0,7. Сухой массының 60-70% қандай майға өт шығады? Любой майға шығады өт. Любой майға өт шығады. Растительный болсын, животный болсын, майға өт шығады. Бірақ холестерин, қазір айтам, оны ары қарай, холестерин именно животный майларда болады. Минерал заттар болады, билирубин болады, осының бәрі, слизь болады ішінде, тағы да басқа фосфолипидтер болады, лецитиннің, осының бәрі қосылған кезде өтті құрайды. Яғни 600 мл өттен 60 мл болып қалды. Яғни ол өте концентрированный, ол жер дейтін жаңағы, қалай айтсам болады, мына холестерин, лецитиндер, олар суда ерімейді. Олар деген ана өттің ішінде кристалдан қатып қалмау үшін олар дейтін неде болу керек, жаңағы
өт қышқылдарының бұл жерде маңызы өте зор. Холестериндер, фосфолипидтер постоянно жаңағы не еріген күйде тұру керек та. Олар судың ішінде ерімейді. Бірақ өт қышқылдары олар жаңағы мицелла құралады судың ішінде. Олар осы холестерин мен фосфолипидтердің барлығын өт қышқылдары желчные кислоты дейді. Олар холестериндерді осы сұйық күйінде жаңағы қоймалжыңның ішінде қатып қалмайтын күйде ұстап тұрады. Осы жерде холестерин туралы айтып кету керек. Холестерин организмде 140 грамм общий вообще жалпы көлемі 140 грамм. Бірақ холестерин бізге тағаммен де түседі, бауырда оны синтездейді. Бауырдың ол синтездеуі жаңағы өзінің окислительный процестердің нәтижесінде холестеринді синтездейді. Яғни холестериннің 80%-ін бауыр өзі синтездейді. Ештеңеге қарамайды, ол сырттан түсіп жатыр ма, түспей жатыр ма, ол барлығы синтездей береді. 80% все ол уже жаңағы бауыр синтездейді, ол оның жұмысы. Ал сырттан келетін холестеринге тек қана 20% шығып тұр. Яғни холестерин қандай тамақтарда бар? Холестерин малдың өнімдерінде бар, животный жир дейді. Яғни тауықтың жұмыртқасы, тауықтың еті, сиырдың сүті, сиырдың қаймағы, айраны, сиырдың еті, қойдың еті, үйректің еті, балық, жаңа креветки, ми, бүйрек дейді. Осының барлығында холестерин бар. Ал өсімдік текті нелер тағамдарда холестерин мүлдем жоқ. Енді бізге 20% холестерин түсу керек. 80% бауыр өндіріп жатыр, 20% примерно шамамен 500 миллиграмм. Одан аз түсуге де болмайды, көп түсуге де болмайды. Көп түсуге де болмайды. Және осы 20% холестерин көп түсіп кететін болса, онда мына айналып келген кезде өттің қоюлануы да ақырында осы холестериннің көптігінен пайда болады. Неге дейсіз ғой? Егер мысалы холестерин өт қышқылы лецитин основной не дедім, компонент дедім, өттің ішіндегі. Бұнда көп лецитинге қарамайды, бұнда көп өт қышқылдары мен желчные кислоты холестеринге қарайды. Яғни холестеринде 10 молекула, өт қышқылдарында 60 молекула болу керек. Осы соотношение дейді, бір-бірінің қарым-қатынасы сақталған кезде мына өт қышқылдары холестеринді сұйық күйінде ұстап тұра алады. Егер мына қатынас өзгеріп кетсе, егер холестерин тамақпен, мысалы тамақпен біз көп холестерин пайдаланамыз, біз деген қазақтар, особенно біз шөп шалғанды көп жемейміз, етті тамақтарды өте жақсы көреміз, майлы етті өте жақсы көреміз, бірақ оны жеме деген сөзіміз, оны қазір именно нормасын біз білмейміз. Нормамен жеу деген не екенін біз білмейміз. Қай тамақта қанша холестерин бар екенін. Артығымен түсіп кеткен холестеринді бауыр өтке лақтырып тастайды. Өттің ішіне ол айттым, артық заттың бәрін өтке шығартады. Ол 80%-ін шығарды, өзі керек 20%-ін алды. Содан кейін ары қарай ол жұмыс істей береді. Қалған артық холестеринді ол бәрін шығарып тастайды. Өтке шыққан холестерин, өт холестерин көбейіп кетеді, ал өт қышқылдары сол күйінде тұр ғой, холестерин көбейіп кеткен кезде бұны қатынасы өзгеріп кетеді. Немесе холестерин нормально болуы мүмкін, өт қышқылдары аз болады кейде. Өт қышқылдары аз болған кезде ол жаңағы екі себепті болуы мүмкін. Бұл жерде өт қышқылдарын бауыр өзі холестеринмен синтездейді. Өт қышқылының өзі екі түрлі болады. Біріншілік, яғни бауыр синтездейді, өтке жібереді, өт ары қарай кишечникке, ішекке жібереді. Ішекте бактериялар осы өт қышқылдарын қорытып, екіншілік өт қышқылдарын шығарады. Олардың қазір аттарын айтатын болсақ, яғни біріншілік өт қышқылдары холи, хена, дезоксихоли қышқылдары болса, екінші өт қышқылдары дезоксихоли, литохоли қышқылы. Яғни дезоксихоли қышқылы дегеніміз қазір бізде сондай дәрі бар. Осы жерде біз әсер етеміз. Осы дезоксихолевая кислота дейді, бауырдың, аюдан алынған өтті, аюдың өтінен өт қышқылдарын алып, біз
ішекке берген кезде ана жетіспей жатқан өт қышқылдарының орнын толтырамыз. Яғни ол бірінші бауыр өзі дұрыс синтездемеуі мүмкін, яғни ол генетический аурулар болады, немесе ішекте бактериялар дұрыс жұмыс жасамағанда, немесе сізде ішектің бактерияларының құрамы дұрыс емес болған кезде олар өт қышқылдарын дұрыс өндірмейді. Біріншіліктен екіншілікке айналдырып, олар қайттан қанға сіңіру керек. Осы жерде кишечниктегі микрофлорамен байланысы өте қатты. Кеше бір комментарий келді жақында. Өт дұрыс бөлінбесе, обязательно запор болады дейді. Не всегда, кейде мынандай да жағдайлар болады. Өт қышқылдары жетіспейді, холестерин нормально, өт қышқылдары ішекке түскен кезде оның дейтін дұрыс сіңбейді, майды уже ыдырата алмайды. Яғни майды ыдырата алмаған кезде уже бізде үлкен дәретте запор емес, наоборот, сұйық дәрет болатын кездер болады. Сол себепті барлық жағдайда емес, барлық жағдайда өтте қою, все, менде запор судан деген емес. Бірінші запор пайда болып, организмде жаңағы микрофлора бұзылысы болып, ол арғарай давлениені жоғарылатады ішектегі, одан өт бөлінбей қалады, өт қайттан ішекке әсер етеді, бірін асқындыратын процесс айналдырып тұрған кезде жаңағы порочный круг дейді, бір үзілмейтін шеңбер болып кететін жағдайларда болады. Сол себепті әр адамда әртүрлі не жетіспей тұрған, холестерин артық па, өт қышқылдары жетіспей тұр ма, оның барлығын жаңағы сұрастыра отыра, біле отыра, тексере отыра, немесе дәріні тағайындап отыра, эффектін көре отыра, біз солай қарастырамыз. Өт қышқылдары ішекте, мысалы айттым жа, бауырдан шықты, біріншілік өт қышқылдары синтезделді, өтке түсті, өттің құрамында холестеринді ұстап тұрды, холестеринмен бірге шықты, ішекке шықты, ішекке түскен кезде бұл жерде енді майдың қалай айтсам болады, қорыту процесі кетеді. Майды қалай қорытылады, соған кетеді. Мысалы, ауыздан түскен май ішекке түсті, қорытылайын деп жатыр. Бірінші оны ұйқы безінің ферменттері оны бөлшек қылып бөліп береді. Бөлшек қылып бөліп береді. Содан кейін оған өт келеді, жаңағы бөлінген бөлшектерді кішкентай мицелла дейді, эмульгация жасайды. Эмульгация жасайды да, одан кейін өт қышқылдары жаңағы ішекте бактерияның әсерінен екіншілік өт қышқылына айналған өт қышқылдар барады да, оның ішекке дұрыс сіңу үшін жауап береді. Ішекке барып сіңіп, ары қарай қанға өту үшін. Қанға өткеннен кейін де олар қайттан өздері майға айналып, ұсақ күйін, өте ұсақ күйінде ғана сіңу керек ішекте, себебі ол одан жоғары болса, ол сіңе алмайды. Сосын мықты ұсақ күйіне сіңеді, сосын қайттан олар жинақталады, өздері қайттан жинақталады да, холестерин осы жерде мүшелер бойынша тарай бастайды. Біздің мүшелеріміздің барлығына керек, мысалы, нервтің қабығына керек, бүкіл клеткаларды жаңағы езіліп кетпей, жарылып кетпей ұстап тұрған осы холестериннен құралады, майдан құралады. Д витаминінің құрамында бар холестерин. Көп миға да керек, тамырларға да көп жерге керек. Бүкіл организміміз тұрғанымен, мысалы, жаңағы не деп айтсақ та болады, май осының барлығын ұстап тұр. Осы жерде екі түрлі не бар, жаңағы липопротеидтер дейтін бар, олар холестеринді тасымалдайды. Екі түрлі липопротеидтер бар, төменгі тығыздықты, жоғарғы тығыздықты. Төменгі тығыздықты липопротеидтер, олар холестеринді мінгізіп алады да үстіне, бүйрекке, бауырға, миға, тамырларға осылай тасымалдап жеткізіп отырады. Бүйрек үсті безіне олардың қызметі жеткізіп апарып тастау. Олар өте нагруженный болады. Егер сіз холестеринді көп тамақ жейтін болсаңыз, олар нагруженный болады, олардың көп саны керек болады. Ал жоғарғы тығыздықты жаңағы липопротеидтер, олар осы
мидың мысалы жаңағы жүректің пайдаланбаған холестериндерін өздерін артық қалған холестериндерін өзіне мінгізіп алады да олар бауырға қайтадан әкеліп тастайды. Бауыр осы холестериннен энергияға шығарады, қалған май қылып жинайды, қалғанын өтке шығарып тастайды. Ары қарай жаңағы өттің ішінде холестериннен өттің ішінде олар неге қайтадан ішекке келеді, ішекте қайтадан майдың қорытылуына қатысады. Сөйтіп осы процесс айналып жүреді. Айналып жүргенде күніне ол примерно 6-10 рет бір тәулікте адамның ішінде осындай айналмалы процесс болады. Ойлап қараңыз, бір жерден ақау кетсе, болды, сіздің организмде майдың тасымалы бұзылады, майдың жинақталуы бір жерде көп болып кетуі мүмкін деген сияқты. Немесе бір жерден ақау кететін болса, бауырда артық май жиналады деген сөз. Осының барлығын ұстап тұр. Бір-бірінен кейін бір-бірімен жұмыс жасап тұр. Енді біз не істей аламыз? Біз өзіміз жақтан бұл процестерге біз негізі әсер ете алмаймыз. Ол ішінен өзінен өзі болатқан процестер, олар жүре береді. Егер де артық түсіп жатқан болса, олар артық нагрузкамен барынша жұмыс жасайды. Бірақ олардың шаршайтын уақыты болады. Мысалы, сіз холестеринді үнемі көп жейсіз, қарамайсыз, бақыламайсыз, уақытында да мысалы қарамайсыз, сізде уже организм барынша уже бүкіл күшін жұмсайды да, ананың барлығын шығарып тастағысы келеді. Холестерин көп түсіп жатыр, өт қышқылдары жетпей жатыр, оның концентрациясын ұстай алмайды өттің ішіндегі. Олар уже бірінің үстіне бірін отыра береді. Холестерин көп болған кезде бәрібір бауыр артық холестеринді өтке шығарып тастайды. Артық па, ол шығарып тастап отырады, оған керек емес па, ол 80%-ын себебі ол өзі өндіреді. Тек қана 20%-ын алады. Одан артық оған керек емес. Одан артық жеу де керек емес бізге. Біз соны санамаймыз. Негізінде біз оны санамаймыз. Өтке шығарып тастай береді, бір күн шығарады, екі күн. Ол бір күндің, бір жылдың шаруасы емес. Ол немесе бірнеше жылдың, мысалы, 2-3 жыл болуы мүмкін. Бір жылдың өзі де біразға жетіп жатыр да. Холестеринді ол өт қышқылдары жетіспегендіктен, ол уже сізде уже ішекте де проблема жүріп жатады. Жаңағы қазір дисбактериоз дейтін сөзді алып тастады дейді. Енді бірақ мағынасы сол да, синдром избыточного бактериального роста или там айналып келгенде мағынасы сол. Себебі бірақ Америкада солай айтады деп, біздікілерде көшіп жатыр енді. Солай айту керек екен деген сияқты, бірақ айналып келгенде мағынасы сол. Дисбактериоз, бактериялардың құрамы өзгеріп кетті. Жақсы бактериялар азайды, жаман бактериялар көбейді деген сөз. Бактериялар мына өт қышқылдарында нете алмайды, қорыта алмайды, майды да дұрыс қорыта алмайды. Айналып келгенде жетіспеушілік өт қышқылынан болып жатыр. Холестерин көп болып кетті. Холестерин бірінің үстіне слой болып отыра береді, олар кристалданады. Айттым, олар судың ішінде, олар ерімейді. Олар ерімейтін күйде тұрады судың ішінде. Өт қышқылдары оларды еритін сұйық күйінде ұстап тұратын. Барынша қою өттің өзі де өттен шығады. Ол қой өт болса да, өттің жиырылуы нормальный болса, ол лақтырып тастайды қою өтті де. Бірақ компенсаторный механизммен жұмыс жасайды, ол бір күні шаршайды. Шаршаған кезде ол өттің жиырылуы уже нашарлайды. Отырып жатқан холестерин, бір-біріне отырып жатқан холестерин уже не болады? Сухой осадок береді. Осадок береді. Ол уже жаңағы замазкообразная желчь, густая желчь дейді, узиде, сладж дейді. Негізі сол медицина терминімен айтқан кезде билярный сладж дейді. Уже өттің қою, яғни холестериннің, фосфолипидтердің ішінде барлығы қойылған бір-біріне отыра берген кезде уже қойылғанады да, сол жерде оны уже өт барынша лақтыра алмайды. Тырысады, бірақ қалып қоя береді. Жаңағы айттым ғой, түп жағында қалып қоя береді. Ол барынша жиырылып, ол жерде уже воспаление жүреді. Ол уже бүгдезат. Ол отырған жерінде, ол уже айналасына ол уже воспаление жүрді ма, ол өттің жиырылуы да дұрыс ұсталмайды. Оның ішінде уже бактериялар жиналады. Өттің қабының ішінде уже олар бактериялар одан сайын жаңағы кристаллизация, олар бактерияларда қоректенеді, өзінің ақырғы өнімін бөледі ғой.
как үлкен дәреттері сияқты. Олар сол жерде одан сайын күшейтеді жаңағы тастың пайда болу процесін одан сайын күшейтеді. Яғни билярный слайд жинала беріп, айналып келген кезде тасқа айналады. Тасқа айналған кезде ол тас размері әртүрлі болуы мүмкін. Енді бұл жерде холестеринді көп жедің, бітті, сразу тас бола ма, билярный слайд бола ма, өт қойы бола ма деген сөз жоқ. Бұл жерде 3 фактор болады. Холестерин артық түседі біріншісінде, екіншісінде жаңағы нуклеация дейді, холестериндер бір-біріне отырады жаймендеп, үшіншісінде өттің жиырылу қабілеті бұзылады. Яғни өт дұрыс жиырылмайды. Өт бұрынғыша жиырыламайды, немесе өт жай жиырылады. Ал мына екінші оддисфинктерін айттық қой, оддисфинктерінде уже гипертонус пайда болады. Ол жерде уже ашылмай қалады. Ана өттің екеуінің сәйкессіздігі дұрыс жаңағы дискинезия дейсіз бе, билярная дисфункция дейсіз бе, осы нерв жағынан қамтамасыз етілу бұзылады. Осы үш ненің әсерінен тас пайда болады. Енді тасты бір уақытта бірден пайда болмайды. Тастың пайда болу үшін де мысалы екі түрі болады: холестериновые и пигментные камни дейді. Өттегі тастар, яғни холестеринді тастарды, құрамында холестерині көп болғаннан пайда болған тастарды ертуге болады. Яғни оған өт қышқылдағын беретін болсаң, олар қайттан сұйық күйіне қайтып келеді жаймендеп, олар ерейді. Ал пигментный тастар дейді, оның өзі екіге бөлінеді, олар ерімейді. Оларды ертіп қажеті жоқ. Себебі олар холестерин көп болғаннан пайда болып тұрған жоқ, олардың пайда болуындағы механизм басқа. Бұны қалай білеміз? Оны рентген арқылы білеміз. Яғни рентген түсірген кезде ол білінеді қандай тас екені. Соған байланысты емдейміз ба, емдемейміз ба, сол шешіледі. Және өтті алып тастау керек па дейтін сұрақтар келеді. Осы жерде айтып кетейін, мен көп кездесетін сұрақтар ғой. Өтті егер холестеринді тастар болатын болса, емдеп көруге болады. Ұзақ емделеді, бірақ тырысып көруге болады. Болады емдеуге, егер бәрін сақтайтын болсаңыз. Ал пигментный тастар болса, оны емдеп қажеті жоқ. Оны операцияны созудың да қажеті жоқ. Егер де сізде өттің ішінде воспаление бар, там өтте белгілі бір воспаление жүріп жатыр, оның ішінде жаңағы тастар одан сайын асқынып жатқан болса, тастың көлемі ертуге келмейтіндей болса, пигментный тастар болса, оны күтіп, оны ары қарай асқынып өтте жаңағы неше түрлі асқынулары бар, водянка дейді, отключенный желчный пузырь дейтін бар. Олардың барлығы уже жұмыс жасамайды, олар ары қарай хирургический патология алып келеді. Оған дейін жеткізудің қажеті жоқ. Тас болатын болса, емделе ме, емделмей ме? Егер емделмейтін болса, бірден өтті алып тастау керек операция жолымен. Енді застойдан мысалы құтылуға болатынын түсіндік. Яғни бұл жерде біз не жасаймыз? Холестеринді тамақтануда ең бірінші мысалы тамақтануды дұрыстамай, сіз застойдан құтыла алмайсыз. Себебі сіз холестеринді нормасымен жемей, күнделікті қажет, мен мүлдем жеме деп айтылмайды бұл жерде. Нормамен жеу керек. Аз да жемеу керек, көп та жемеу керек. Холестериннің нормасы 300-500 мг тәулігіне. Яғни бұл жерде жаңа животный жир деп айтып кеттік. Яғни малдың өнімдерінде болады, жануарлардың өнімдерінде болады. Осы жануарлардың өнімдерінде ең көп кездесетін өнімдер, оларды айта кетейін. Мида 1000 миллиграмм холестерин болады. Бірақ енді субпродуктыға жатады: ми, бауыр, бүйрек, малдың бүйректері, олардың барлығында холестерин жоғары. Ең көбі мида, мидың ішінде мида холестерин жоғары, екіншісі бауыр мен бүйректе холестерин жоғары. Онда примерно шамамен 400-600 миллиграмм холестерин бар. Оның өзі де мысалы 100 грамм бауыр жесеңіз, сізде уже бүкіл норманы орындап алдыңыз деген сөз. Күн жағынан сіз уже басқа животное происхождение жемеу керексіз. Уже ары қарай жұмыртқа жеп қойсаңыз, уже сізде артық болып кетеді.
Жұмыртқа демекші, жұмыртқаның сарысында бір әдебиеттерде 500 миллиграмм дейді, бір әдебиеттерде 280 миллиграмм дейді. Ну, примерно 300 деп алайық, 300 миллиграмм холестерин бар. Бір жұмыртқа жедіңіз ба, сізде уже все, почти сіз күндік норманы орындап тастадыңыз деген сөз. Үстіне қосымша кефир сондай ішуге болады. Икрада, балықтың икрасында тоже көп холестерин, 300 миллиграмм, 100 грамм өнімге айтып отырмын. 100 грамм икра жесеңіз, 300 миллиграмм холестерин жеген болып табыласыз. 500 миллиграммнан холестеринді тәулігіне асыруға болмайды. Сары майда тоже көп холестерин. Онда 200 миллиграмм, 100 грамм сары майда 200 миллиграмм холестерин бар. Яғни сары майдада онды-солды нанға жағып, там жеуге болмайды деген сөз. Жеу керек, бірақ нормамен 20-30 грамм артық асырмайсыз бір жегенде. Креветки, жаңағы нелер, теңіз тамақтары, кальмары дейді, олардың 100 грамм өнімдерінде 200 миллиграмм холестерин бар. Бұны да енді біз қазақтар көп жемейміз, бірақ енді арасында жейсіз ғой, сол тоже санап тұруға керек. Қойдың еті, сиырдың еті, үйректің еті, там қазының еті, майлы еттерге жатады, жылқының еті, олардың 100 грамм етте 100 миллиграмм холестерин бар. Ал тауықтың етінде, балықта 50 миллиграмм, яғни 100 грамм балықта, 100 грамм тауықта, тауық етінде 50 миллиграмм холестерин бар. Осыны сіз күнделікті өмірде осылай санайсыз. 500 миллиграмм, примерно басында қиын болатын шығар. 100 грамм мында жеп қойдым, 100 грамм мында жеп қойдым деген сияқты. Бірақ ары қарай үйреніп кетесіз, уже біліп отырасыз артық жеп отқаныңызды. Содан кейін ары қарай сіз уже дағдыланасыз. Ол әдетке айналады. Сіз уже адам өзіне қастандық жасамайды ғой енді. Білмегеннен, мысалы біз жейміз, біліп отырып біз негізі санауға тырысамыз, иә. Екінші, өт қышқылдары. Өт қышқылдарының дұрыс, мысалы, оны деген дәрімен енгізуге болады, айттым жаңада. Аюдың өт қышқылдарын алып, біз дәрі ретінде тағайындаймыз. Қазір мысалы сондай не болып кетті, барлығына, бәріне бір тетін оңға солға тағайындай береді. Бір жағынан ол препараттардың 1-2-3 айдың ішінде дозасымен өлшенетін болса, ондай зиянды әсерлері жоқ. Олардың зиянды әсерлері 1 жыл, 2 жыл ұзақ, және көп дозада пайдаланған кезде ғана шығады негізі зиянды әсерлері. Келесі, өт қышқылдарының дұрыс сіңуі үшін, дұрыс сіңіп, ішекте ары қарай бауырда қайтадан айналып дұрыс жұмыс жасау үшін ішекпен жақсы жұмыс жасау керек. Ішектің жұмысы туралы мен Инстаграм парақшамда бар. Клетчатка обязательно. Клетчатка деген өсімдік текті тамақтарының құрамында болады. Фрукты, овощи күніне 500 грамм, жарты килограмм фрукты мен овощи жеу керек. Ол минимально. Біз ондай жемейміз. Негізі ол минимально, хотя бы соны жеу керек. ВОЗ бойынша. Егер ары қарай асырып жейтін болсаңыз, тіптен жақсы. Бұл жерде айта кетейін, клетчатканың өттің жиырылуына да жақсы әсер етеді. Жалғыз ішектің жиырылып босауына ғана емес, өттің жиырылуына да жақсы әсер етеді. Өттің жиырылғыштығы жақсы дұрысталады. Стресс факторлар күнделікті депрессия дейміз, ашуланғыштық, қазірген стресс көбейіп кетті. Бұл да резко ашуланған кезде өттің жиырылуына алып келеді. Сіз тамақ ішпей тұрсаңыз да, резко ашуланып, қатты бір эмоцияны бастан кешірген кезде, ол нерв жүйесі арқылы өттің босауына алып келеді. Өт негізі жаңағы өттің құрамында өте бір қышқыл зат бар. Қазір атын ұмытып тұрмын. Формуласымен жазылады. Бұл зат 12 елі ішекке түсу керек те, асқазан мен өңешке қайттан түспеу керек. Қазіргі проблема сол. Бүкіл асқазан ішек жолдарымыздағы жиырылғыштығы нашарлап кеткен. Себебі біздің тамақтану
қайтадан кейін қарай барлығы кейін қарай қайта құйылып жатыр. Қайтадан құйылу проблемалары адамдарда өте көп. 45 минут болыпты. Осы қышқылжат асқазанға өңешке түспеу керек. Өттің құрамында токсикалық зат бар өзі. Ол 12 шекке түскен кезде ол токсический әсер етпейді, ал асқазан мен өңешке түскен кезде ол өзі сол жерді зақымдайды. Сол жерде эрозия, язваға дейін алып келеді. Ол жерді қайта-қайта түсе беретін болса, өңеште даже асқазанда рак ауруына да дейін алып келуі мүмкін. Сол себептен бұл жерде енді ем жағына келетін болсақ, комплексті ем жүреді. Билярный сладышты тексерісте УЗИ арқылы оңай тексеріледі. УЗИ өтсеңіз, өт жолдарының бауырын УЗИ өтсеңіз, онда сізге қою өт бар ма жоқ па сізге бірден айтып береді. Қою өтті айта кетейін, көбісі өтті айдау керек, өтті айдаса жақсы болып қалам, жеңілдеп қалам дейді. Өтті айдаған кезде сіз бір рет айдайсыз. Өт қабының ішіндегі өтті сыртқа шығарып тастайсыз. Сол жеңілдеп қалған сияқты боласыз, бірақ ол постоянно түсіп жатқан өт қой. Ол ар жақтан қою болып келіп жатыр. Бауыр жақтан қою болып келіп жатыр. Өт қышқылы бауыр жақтан жетіспей жатыр. Ол оны ештеңені өзгертпейді ол жерде. Өтті айдағаннан ол как будто просто терінің жара бар, терін уқалап қойған сияқты бір жаңағы эффект береді. Өтті жаңағы қуу, айдау, жаңағы не жасау, тюба жасау, зонд жұту, ол ондай эффект бермейді. Себебі бұның ішінде айтудың клеточный жағынан түсіндіруге тырыстым барынша. Холестерин мен өт қышқылының екеуінің байланысы өте зор. Так, жаймен деп сұрақтарыңызды қоя беріңіз. 15 минут қалып мен жауап беріп үлгерейін. Өтті айдауға мен өзім бұрын білмеген кезде, мен білместікпен сондай болды, дұрыс деп ойладым. Қазір өтті айдауды дұрыс деп ойламаймын. Зондирование қалай қарасыз? 5-6 рет жасаттым, бірақ застой кетпейді. Айтып отырмын, жаңа ғана айтып отырмын сізге, застой кетпейді зондированиеден. Зондирование ешқашан застой кетпейді. Ол просто өттің ішіндегі желчті алып шығады, ар жағындағы себебін жоймайды. Себебін жоймайды. Жоқ, нормально. Қандай майға өт шығады, жауап берін. Менде өт қабы жоқ, 5 ай болады, тамақ ішсем де салмақ қоспай жатырмын. 3-4 килограмм жоғалттым. Оң жағым ауырып тұрады, уақыт өте келе қалпына келеме. Өтті алып тастағаннан кейін постхолецистектомический синдром дейтін бар. Ол қалпына келіп өйда мүмкін. Немесе оған қосымша бір жиырылғыштығына әсер ететін дәрілер, өт қышқылдарын жақсартатын дәрілер беріп жіберуге болады. Қараңыз, бауырдан постоянно өт бөлініп жатады. Бұл жерде асқазан шегінің жиырылғыштығы дұрыс болмаса, ол жоғары қарай қайттан кетіп қалуы мүмкін. Асқазан мен өңешке қайтып кетіп қалу процесі өте жиі кездеседі. Доктор, менің өтімде 5 мм майда тас бар. Ота дейді, хирург докторым, сіз не дейсіз? 5 мм тас негізі өте ұсақ, өт жолдарынан шығып кетуі мүмкін, неге тұрып қалу мүмкін. Өттің жаңағы аузына барып тұрып қалады, немесе жолдарына тұрып қалса, ол өте жаңағы экстремді жағдайға алып келеді. Бұл жерде білу керек, өт тас холестериновый ма, немесе пигментный ма. Егер холестериновый тас болса, онда емдеп көруге болады, бірақ тоже опасно. Он постоянно дәрі ішесіз, еще жиырылғыштықты реттеп тұратын дәрі ішу керек. Себебі тастың ұшып кетіп, неге тұрып қалу қаупі өте жоғары. Тас кішкентай болған кезде, соны постоянно контроль керек. Бірақ рентген түсуге кеңес беремін. Рентгенде егер пигментный тастар көрініп тұратын болса, пигментный тастар болатын болса, оны емдемейсіз, оны операция жасайсың обязательно. Тағы сұрақтар бар ма екен? Тағы не айтсам екен? Жаңағы не туралы жақсы айтып дейін, застой туралы қайталап. Я солай дейді.
иә солай постоянно наблюдение керек біріншіден. Екіншіден, егер емделмейтін тас болса, холестериновый емес, пигментный тас, оны емдеудің де қажет жоқ. Босқа ақша шығын болады, босқа сіз уақыт құртасыз. Ол бұны мысалы қазіргі дәрілер пигмент тастарды ертпейді, тек холестериннің тастарды ертеді. Сол үшін көпке созбай біліп алып, ары қарай операция ерте кезден бастаған дұрыс. Себебі оның өзі орнында асқыну тудырады. Тас өзінің отырған жерінде воспаление тудырады обязательно. Ол воспаление ота дұрыс па, доктор? Егер емделмейтін болса, я операция дұрыс, оны соза берудің керек жоқ. Емделмейтін тас болса, ота дұрыс. Тағы да сұрақтар бар ма екен? Застой туралы көп адамдарда кездеседі. Мен енді өттің проблемасын былай айтсам почти өте көп кездеседі. Және тамақтан дұрыс еместігінен біріншіден, екіншіден қимыл қозғалысының аздығынан, өттің жиырылуына қимыл қозғалыс. Өтке әсер ететін факторларды айтып кетейін. Неше минут бар? Әлі бір 10 минуттай бар екен. Өттің жиырылуына әсер ететін факторлар, олар қимыл қозғалыс, клетчатка жеу, тамақтың құрамында холестеринді бақылап отыру, стресс факторларды азайту. Қимыл қозғалыстың өзі де физический нагрузка дейді, жақсы әсерін береді. Жаңадан кіріп жатқандар сұрақтарыңыз болса қойып жіберіңіздер. Басқа адамдарға да пайдалы болсын. Себебі мына эфирді қарайды, запись қарайды, үлгермеген адамдар. Сол кезде сұраққа жауап алса, өздерінің сұрақтарына деп ойлағаным. Және де мына асқазан ішек жолдарының жиырылуы, соның ішінде өтпен ұйқы безін жаңағы шығатын жерде одисфинктер, өт қабының өзінің жиырылуының көп адамда дискоординация дейді, сәйкессіздік, екі жақтан да сәйкессіздік, екі жақтан да біреуі мысалы өт жақсы жиырылып тұруы мүмкін, бірақ одисфинктері жаңағы ішекке шығатын жердегі сфинктер, ол тонусы жоғары болуы мүмкін. Ол тонусы неге жоғары болады? Ол тонусының өзі ішектің жұмысына да байланысы бар. Себебі ішекте запор болса, ішектің ішінде вздутие болса, оның ішіндегі газдар давлениені жоғарылатып жібереді. Запор болса, вздутие обязательно болады. Жоғарылатып жібереді, ана ненің жиырылуы гипертонус болып қалады. Өт өзі дұрыс шықпайды. Керек кезінде шыға алмай қалады, немесе өте аз шығуы мүмкін. Қатты гипертонус болып тұрамыз. Немесе өт қатты жиырылып жатырды. Мына жерде де гипертонус болады. Өт бәрібір де айналып келген кезде дұрыс шыға алмауы мүмкін. Осы жиырылғыштығын реттеген кезде, өмір салтының сапасын ұштаған кезде, кішкене өт қышқылдарын қосып жіберген кезде застой кетеді. Сосын ары қарай сіз уже салауатты өмір салтына жатады ғой барлығы. Салауатты өмір салтын сақтап жүретін болсаңыз, тамақтануды бәрін бақылайтын болсаңыз, онда ары қарай застой қайтып келмейді. Запорға қандай дәрі ішуге болады? Запорға кеше мен соңғы пост шығардым. Запорды емдеуде дәріден бастамаған дұрыс. Егер запор болатын болса, запорға келіп тұрған себептерді бірінші біліп алу керек. Сізде тем более өтте тас болатын болса, яғни сізде уже как порочный круг, жаңа үзілмейтін шеңбер етеді. Запорды физиологиялық жолмен барынша емдеп көруге тырысу керек. Физиологиялық жолмен, яғни ішектің рефлексін қалыптастыру, клетчатка жеу, көп қолдану, суды көп ішу, және физикалық белсенділік. Осының бәрінен де істеп жасап көргеннен кейін әсері болмай жатса, онда ғана барып сіз дәрі қоса аласыз. Ол кезде де іс жүргізетін дәрі, ол курспен болу керек біріншіден, екіншіден зиянын тигізбейтіндей болу керек.
кеше соңғы пост шығардым. Екінші осы клетчаткадан кейінгі екінші орында лактулоза тұр. Лактулоза барынша қолайлы дәрі, бірақ ол айтып отырмын ғой, негізінде ішек өзі шығарып үйрену керек. Соған сіз ерінбей үйрету керексіз. Запордан физиологиялық жолмен құтылу туралы менде методичка бар. Сол методичканы алып, қарап өзіңіз орындасаңыз болады. Так, 5 минут қалды. 5 минут уақытыңыз бар екен. Марафонға қатысып жатқандарыңызға көп рахмет. Өте пайдалы білім алдыңыздар деп ойлаймын. Өзіме көп қойылатын тақырыптар тері мәселесі, геморрой мәселесі, жаңағы стресс мәселесі бар. Осының барлығы бұл эфирде талқыланды. Осы марафонның ішінде өзімде осы күрделі бір застойда деген күрделі тақырыпты кішкене ашуға тырыстым. Өте күрделі тақырып. Енді өт жолдарына өзінде келген кезде посттарда қазір ішек туралы жазып жүрміз. Өт жолдарына келген кезде бұл тақырыпты әлі де ашатын боламыз. Мен парақшама тіркеліп, жазылып, посттарымды қарап, стористерді қарап жүрсеңіздер болады. Хеликобактерге антибиотик міндетті түрде ішу керек па? Хеликобактер табылған болса, достоверный әдіспен табылған болса, міндетті түрде ішу керек. Бірақ ол үшін нақ анықталған әдістер болу керек. Себебі кейбір көп әдістер ложно положительный результат шығарады. Сол себепті адамдар ойлайды, бәрінде хеликобактер бар деп. Бәрінде жоқ хеликобактер. Хеликобактермен барлығы бірдей ауырмайды. Бір-бірінен үйде бір-біріне жұғуы да мүмкін, жұқпауы да мүмкін. Ол адамның өзінің иммундық жағдайына байланысты. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Марафонға қатысып жатқандарыңызға рахмет. Ертең тағы бір эфир болады гинекология жағынан. Содан кейін марафонымызды аяқтаймыз бұйырса. Енді жыл аяқталмай тұр, тағы да бір марафон өткізуге тырысамын. Мана сториске шығардым. Қандай тақырыптар көргіңіз келеді, қандай мамандарды көргіңіз келеді, сол бойынша жаза берсеңіздер болады. Ұсыныстарыңызды тастап, қандай тақырып, қандай форматта деген сияқты, сол ұсыныстар бойынша ары қарай жұмыс істейтін боламыз. Көп рахмет. Ары қарай осы дәрігерлердің парақшасына жазылып, оқып, өздеріңіздің денсаулықтарыңыз жөнінде білімдеріңізді арттыра беріңіздер. Және қазір инстаграмда көп деген мәліметтер өте көп, оған өте көп критикалық жағынан қарау керек. Ананы қолданып, неше түрлі клизма, очистка, детокс дегендерге ұрына бермеңіздер деп айтқым келеді. Бауырды тазалау, ішекті тазалау дейтін жоқ. Ол деген дұрыс емес. Оны мен құптамаймын. Оны неге құптамайтын туралы посттар бар мен инстаграм парақшамда. Чистка деген, ішекті чистка деген ішектегі бактериялар, өзіңіздің қауіпті бактерияларыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін, орнын толтырмастай зиян келтіруіңіз мүмкін. Сол себепті анда-мында жаңағы санаторияларда қазір клизманы өте көп пайдаланады. Тазарып келдім деп ол дұрыс емес. Және ол дұрыс емес. Неше жаңағы детокс деп неше түрлі шөптерді ішу дұрыс емес. Сол барынша пайдалы болуға тырыстым. Сізге пайдалы жоқ, клизма жасауда дұрыс емес. Егер де показания болса, дұрыс. Клизманың өзін жасалатын жағдайлар болады. Жаңағы біз жаралы колит, крон аурулар кезінде, крон ауру емес, жаралы колитте көбіне тікшек зақымданған аурулар кезінде дәрілерді тікшекке клизмамен жіберетін кездер болады. Сол кездерде пайдалы. Басқа жағдайда дәрі жібермейтін кезде просто сумен тазарту дейтін ол дұрыс емес. Егер запор болып клизмамен тазартып жүрсеңізде, ол дұрыс емес. Сіздің рефлексті ішектің нетуі, жаңағы босауы жойылып кетеді. Ол ішек үйреніп кетеді клизмамен босатқанға. 2 минут уақыт қалды. Көп рахмет. Көп адам болатын шығар деп ойладым, себебі мана сторисінде де опрос жасаған болатын. Бірақ өзімнің оқырмандарым бар екенін көріп отырмын. Рахмет сіздерге. Қолдап маған келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Әлде де өзім парақшамда эфирлер жүргізуге тырысамын. Сау болыңыздар.